Құрметті оқушылар, Қазақстан тарихы пәніне қош келдіңіздер. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Мына карта мен суреттің арасында қандай байланыс бар? Тамаша. Суретте кімдердің мүсіндері бейнеленген? Өте жақсы. Неліктен бұл тұлғалардың мүсіндері Ақордаға жақын жерде орналасқан? Жарайсыңдар балалар. Яғни, бүгінгі сабағымыз кімдер туралы болмақ? Дұрыс айтасыздар. Керей мен Жәнібек туралы. Оқушылар, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақ хандығының құрылуы. Зерттеу сұрағы: неліктен Қазақ хандығы Орталық Азиядағы ұлттық мемлекет деп саналды? Қазақ халқының саяси бытыраңқылығын жойып, мемлекет етіп құру Ақорданың билеушісі Ұрыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек сұлтандардың үлесіне тиді. Қазақ хандығының іргесін нығайтып, оның күш-қуатын арттыру, сөйтіп ірі дербес мемлекетке айналдыру билеуші топтардың мүддесіне сай келді. Сондықтан Ақсүйек көсемдері тарапынан қолдау тапты. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы тайпалардың басым көпшілігі 15 ғасырдың 40-50 жылдарының өзінде-ақ Керей мен Жәнібек сұлтандардың төңірегіне топтасқан еді. Қазақ хандығының дербес мемлекет болып қалыптасуына түрткі болған алғы шарттардың бірі елдегі бей-берекетсіздік еді. 15 ғасырдың орта шенінде Әбілқайыр хандығы тоқтаусыз өршіп отырған ішкі феодалдық қырқысулардың үдейі түсуі болды. Оның үстіне Әбілқайыр ханның 1457 жылы ойраттардан жеңілуі осы ел ішіндегі беделін түсірді. Осы жеңілістен кейін хан өзін қолдамаған сұлтандарын қуғын сүргінге ұшыратты. Бұл жағдай Керей мен Жәнібек сұлтандарға да әсерін тигізді. Керей мен Жәнібек өздерін қолдайтын ру тайпаларымен Жетісуға қарай ойысуды көздейді. Ондағы мақсат Жетісу жеріндегі тайпалармен бірігу еді. Керей мен Жәнібек сұлтандардың келуіне Моғолстан ханы Есенбұға да қарсы болмаған. Оның себебі бауыры Жүніс хандыққа таласып, жеңіліп қалған соң Әмір Темірдің ұрпақтарынан қолдау табу үмітімен Орта Азияға кетіп қалған еді. Өз бауыры Жүністен қауіптенген Моғол ханы Есенбұға қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібек батыс Жетісуға қоныстанса қауіпсіз болар деп ойлады. Осы мақсатпен Моғол ханы Керей мен Жәнібек сұлтандарды жақсы қарсы алады. Керей мен Жәнібектің батыс Жетісуға көшіп келіп, 1465-66 жылдары Қозыбасыда қазақ хандығын құрды. Осы оқиға жайлы халқымыздың тарихшысы Мұхаммед Хайдар Дулати 100 жылдан кейін Тарихи Рашиди кітабында жазады. Ел аузына сақталып қалған аңызға қарағанда, Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр ханнан бөліне көшуінің тағы бір себебі болған. Дайыр Қожа би 1456 жылы Әбілқайыр ханның қолбасшысы Қобыланды батырдың қолынан қаза табады. Екі сұлтан бидің құнын даулап батырдың басын талап еткен. Батырдың басын берсе, бүкіл Қыпшақ қарсы болатыннан сескенген хан оның жақындарынан 3 адамның басын алуды ұсынды. Керей мен Жәнібек бұған келіспей, бидің асын берісімен 1457 жылы күзде Жетісуға қарай ойысқан. Жетісуға ойысудың бір себебі жоңғарлар Әбілқайырға шабуыл жасар алдында Шу бойын басып өтіп, ауыр жүктерін өзен жағасына тастап, соғысқа салт шыққан жеңістен кейін жүктерін алып өз жерлеріне қайтып кеткен.
жоңғарлар кеткен соң Керей мен Жәнібек 1457 жылы Шу бойына келіп орналасқан. Керей мен Жәнібек сұлтандар 1457 жылы Қозыбасы мен Шуға келіп қоныстанып, батыс Жетісуды құтты мекен еткен. 1458 жылы көктемде Керей сұлтан хан сайланып, Қазақ хандығы құрылған. Хандықтың алғашқы құрылған кездегі алып жатқан жері Мұхаммед Хайдар Дулатидің хабары бойынша Қозыбасы мен Шу аймағы болған. Бұл аймақ Жетісудың батысы Қозыбасы тау еді. Атақты Үшқоңыр жайлауы қырғыз жерімен шектесетін. Мұнда аңызға қарағанда Керей хан тұрған. Ал Жәнібек хан қазіргі Шу станциясының солтүстік шығыс жағындағы Хантауды жайлаған. Хантаудың солтүстік шығыс жағында Жәнібектің қыстауы деген қыстау бар. Бұл тауда үлкен Хантау, кіші Хантау және бала Хантау деген тау аттары әлі күнге дейін сақталған. Мұндай атаулар Жәнібек ханның бұл өңірде біраз тұрақтап тұрғандығын байқатады. 14-15 ғасырларда Қазақстан жерін мекендейтін қазақ тайпалары Ертістен Жайыққа, Алтайдан Каспий мен Арал дейінгі кең байтақ жазық даланы қоныстанған еді. Қазақ даласының негізгі тұрғындары Үйсін, Қаңлы, Қоңырат, Қыпшақ, Найман, Керей, Маңғыт, тағы басқа көптеген тайпалар болды. Ол тайпалар түркі дәуірінен кейін қазақ жеріндегі түрік тілдес тайпалармен бірігіп, тілі, ділі, наным сенімі жағынан бір-бірімен араласып кетті. Бұл тайпалар экономикалық, әлеуметтік, мәдени жағынан бір-біріне толық сай келген этникалық топтар еді. Қазақ хандығының алғашқы қарым-қатынас жасаған елі Моғол хандығы болды. Моғолстан ханы Есенбұға Керей мен Жәнібек сұлтандарды не себептен құшақ жая қарсы алды? Ол туралы біз жоғарыда айтып өттік. Есенбұға хан сондай-ақ 15 ғасырдың басында Жетісу мен Моғолстаннан басқа да аудандарын мазалай бастаған ойраттардың шабуылына тойтарыс беру үшін қазақтардан күшін пайдаланбақ болды. Жәнібек пен Керей хандар қырғыз халқымен де өзара тату қарым-қатынас орнатты. Тарихи аңыздарға қырғыздар өздеріне хан болу үшін Жәнібек ханның бір баласын сұраған айтылады. Бұл жағдай қырғыздар мен Моғол хандығының арасында қарама-қайшылықтың туындағанын, қырғыздардың қазақ хандығымен жақсы қарым-қатынас жасауға бет бұрғандығын байқатады. Құрметті оқушылар, міне, жаңа құрылған қазақ хандығының алғашқы кезіндегі өзімен көрші жатқан басқа елдермен қарым-қатынастардың дамуы осындай дәрежеде еді.